Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте оңай бір нәрседен ғана жасалатын, желініп кететін, ең бастысы салат жасайтын боламыз. Бізге керегі сәбізімізді тазалап, жуып, кептіріп аламыз. Одан кейін үккіштің көмегімен үккіштен өткізетін боламыз. Менде осындай үккіш, сіздерде қандай бар, сондайды қолдана берсеңіздер болады. Негізі сәбіздеріңіз жуандау болғаны да дұрыс, сол кезде салаттарыңыздың да түрі әдемі болып тұратын болады. Мінекей дайын үккіштен өткізілген сәбізімізді ыдысқа салып алып, үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық құмшекерімізді қосып, қолымыздың көмегімен езбей жай ғана араластырып қойатын боламыз. 1 сағаттың көлемінде бетін жауып қойып қоясыздар, сол кезде суы шығатын болады. Артық суын алып тастау үшін бұл әдісті қолданамын мен. Сол кезде артық суынан алып тастайсыздар. Тағы да дәмдеуіштерімізді қосып, дайын салат болған кезде, ол кезде де өзінің суы шығып, әдемі бір дәм беріп тұратын болады. Қолдарыңызбен қатты езбей, осы видеодағыдай ақырын ғана тұзымызды сіңдіретін боламыз. Одан кейін бетін жауып 1 сағатқа қойып қоясыздар. Мінекей. Міне бізде 1 сағаттың көлемі өтті. Осындай уақытта осындай су шықты. Сәбізімізді бөлек алып, суын төгіп тастайтын боламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер. Міне осы приправаның көмегімен біз салатымызды дайындайтын боламыз. Осылай алып, барлығын құйып, және де сұйық майымызды отқа қойып қыздырып аламыз. Сұйық майымызбен осы дәмдеушімізді бірге араластырып, сәбіз салатымызды дайындайтын боламыз. Міне қызып тұрған майымызды осылай құйған кезде өзі быж етіп дауысы шығатын болады. Еш қорықпаңыздар, өзі солай реакция береді. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді дастархандарыңызға ұсынып жей беруге болады. Жаңағы су майымызды дәмдеушімізді қосып араластырғаннан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Сол кезде барлығы бір-бірімен араластырып, сіңіп, осындай керемет салат дайын болады. Әрбір қандай да болсын тамаққа ұсына берсеңіздер болады. Қан толтыратын, керемет бір күш-қуат беретін салаттың бірі өте оңай, сондықтан жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Мені қолдап, осы қазақша контентімді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.